Хейо, бәріңе сәлемдесіздер, сендермен Асхат. Бүгін біз Скибиди ерекше әлеміне баратын боламыз. Короче, 11-ші серия шықты Скибиди ерекше әлемнің. Соған кішігірім реакция түсірейін деп жатырмын. Бұл реакцияны, по идее, сендер бір апта күттіңдер. Бір апта емес енді, бір 4 күн күттіңдер. Маған комментарийға жаздыңдар. Мен бәрін оқыдым. Просто мен әлі Скибиди туалеттің 67-ші сериясына реакция және обзорды түсіріп үлгерген жоқ едім. Ал сендер видео бастамай тұрып обязательно лайктарыңды басыңдар, комментарий қалдырыңдар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Каламане, мен бұл видеодан өте көп нәрсені күтіп отырмын, себебі уже экшен басталатын кез болған негізі. Так, бірінші 10-шы серияны көрейік, сосын 11-ші серияда не болған түсінетін болатын шығармыз. Себебі мен есіне шықыт уже где-то бір апта көрмедім бұл жаңа сериясын. Давайте. Бізді граната уақытпен таныстырған еді ғой, я. Типа уақыт тоқтатып қоятын гранатамен таныстырған еді ғой. Болды. Мәссаған, не болып атқан еді бұл жерде айтпақшы. Так, ё-ма, камераменді өлтіре салды ғой мына басын кесіп. Дрель, точно. Бізге дрель түсіндірген неге уақыт жерді қазатын. Бізді қорқытып жатыр, короче. ТВ не дейді? В общем, ТВ мендер келді ма? Уақыт тоқтататын гигант. Мен уақытты тоқтаттым, тезірек барыңдар деді ғой, короче, ше. Мен бұларды біраз ұстап тұра алмаймын деді ғой. Бізге бомбаны берді. Бомбаны аузына салады да жарады енді. Чпох деген звук ше маған ұнайды. Қате, достар. Камера Титан. Бұл жерде камера Титан зұлымға айтпақшы. Спикер Титанымыз қазір. Дрель Титан туралы ұмытып кетіппін мен ше. Бірақ спикер Титан мен дрель Титан бұны айырып тастау керек еді ғой. Бұл серияда магнит келетін еді ғой, я? Магнит босс. Біздің сағат Титанымыз өледі, короче, бұл жерде, я. Бұлар тірілдірамай қалады ғой, точно, есіме түсті. Короче, мұнаны өлтіреді қазір. Байғыс осы. Спикерлер ақ пышақпен бастарына секретті жүреді ше. Вантусмен. Вантусмен жақсы көрім ше. Жалко біздің әлемімізде, оригинальный әлемінде не, Вантус өліп қалды ше. Өте мықты адам ғой Вантус деген ше. Топ қой, топ. Хотя бы бір әлемде болса да Вантус тірі болды ше. Так, бұлар, короче, тірілдірамай қалатын. Бұл, короче, круг қой, типа. Сағаттың не сау дейм? Энергия сау дейм, ә? Типа генератор сияқты нәрсе да, типа. Магнит. Осы магнитпен бізді таныстырды, я. Болды, сразу 11-ші серияға көшейік. Достар, 11-ші серияға да келіп жеттік. Енді не болатын, прям вообще, білмеймін, магнит өлтіреді дейм бәрін. Менің ойымша магнит бәрін айырып тастайды қазір. Егер спикер Титан өлтірмесе... мен спикер Титан да келді. Айттым ғой, спикер Титан өлтірмесе. Байқұс, даже осы әлемде де ше несін, бластерін ап қоя береді, жағып жүреді. Осы спикердің бластеріне тиіспеңдерші. Бірақ бұл жерде ода автоматтар көп екен ше. Оригинал әлемінде мынандай генератормен... Генератор деппін ғой. Реактормен ату керек еді ғой. Магнитті ертіп жіберді ғой, я. Сол үшін тартамай атыр ғой. Бля.
қате ғой, қате. Неге тірілтпедіңдер деп спикер Титан сұрап отыр. Ей, болмай жатыр деді оған алар. В общем, бұл жерден дым шықпайтын түсінді да бұлар. Сағат Титанды алып кетті ғой. Ебас, скибиди дрелдер шықты ма? Бізді жаңа сағатпен таныстырды ма? Мынау типа мафияның бастығы дейм я? Еба, сағаттардың бастығы ғой мынау. Нашалет. Дрель Титанды өлтіреді. Блин, өлді. Блин, өлтіреді мынау. Блин. Өлді ғой мынау. Еба. Ана несіне тиді ғой. Құтқарса жақсы барады. Паузаға қойды. Еба. Кім қойып атыр мынаны паузаға? Кім қойып атыр? Красавица оралды. Еба. Молодец. TV Woman. В общем, қазір артындағы скибиди нені паразитті өлтіріп тастау керек. Шығарды скибиди паразитті. Ай, хорош. Өлтіріп тастаңдар. Мұжыңдар. Оралды, достар. Камера Титан бізге оралды. Еба. Оралды. Оригиналдағыдай болды ғой ше. Жоқ деп атыр. Типа, ана лайк деп атыр да ше. Бұл жоқ. Түсінікті, короче. В общем, серия енді басыма қатты қызық болған жоқ ше, басында магнит бізге бүйтіп шабуылдағаны ше, ол вообще маған түсінікті де болған жоқ, неге бүйтіп шабуылдағаны ше. Анау сағат Титанды алып кетпесін деп ол, короче, защита тұрды ғой. Бірақ ең қызық жері аяғында болды, достар. Йоккаламаны. Няқта біздің TV Woman'ымыз оралды. Сосын сағат Woman'ымыз да оралды, короче. В общем, барлық басындағы геройлар оралып жатыр. 8-7 сериядағы геройлар таныстырған. Менің красавицам оралды, болды, короче. Бұлар енді точно TV камера Титанды оралдырды ғой. Болды, егер анай паразитті өлтірсе болды, осының бәрі жиналып енді сағатты келесі серияда сағат Титанды жөндесе, біз почти ұтып атырық қой. И кажется, мен қорықтым ше, дрель Титанымызды өлтіріп атыр ма деп. Бірақ жоқ, дрель Титанымыз тірі қалды. Просто алдындағы реактордың защитасын ғана сындыр жерді ше. Мен сол реактор сынса бітті дегенем өлді деп ойлағым ғой. Бірақ енді вовремя бізге көмек келді, короче. Сағат вертолетпен ұшып келді да, бізге камера Титанымызды құтқарды. Оны құтқарған анау-мынау емес, біздің красавицалар жаңағы анау сағат Woman мен TV Woman ұстап тұрады да, и сағат Woman оны контрольдан шығарып алды ғой. Қолын тоқтатып алды да, и ана қалған камералар не істеді ғой, контрольдан шығарып алды ғой. В общем, видео маған қатты ұнады. Блин, келесі сериясын енді қатты күтіп отырмын, бірақ камералар уже ұту керек бұл әлемде. Себебі без шансов қалдырып отыр ғой камера. Уже камера Титан оралды, сағат Титан оралды, спикер Титан оралды. Біздің екі қыздары бар. Еще анаяқта мен спикер Woman'ды айтпадым ғой, ол да бір нәрсе істей алады. В общем, скибидилар қатты ұтып отыр, бірақ жаңа скибидилармен де бізді таныстырып үлгерді. Мен байқағаным, қаншалықты бізді жаңа персонаждармен таныстырады, мысалы андай дрель Титан, вообще дрельдер әлеммен таныстырғаннан кейін сразу скибидилар оларға жетіп алады ғой технологияларымен ше. Оларда да енді бір скибиди пайда болды, дрельмен жердің астын кесіп өтетін ше. В общем, енді келесі сериясын күтеміз. Бұл әлемде вообще-то видеолар өте тез шығатын еді, бір 3-4 күнде бір видео шығарып отыратын еді. Дафа бум сияқты созылып жүрмейтін ол. 2 апта вообще.
В общем, бір 3-4 күнде бұның 12-ші сериясы шығады деген ойдамын. Ал сендер 12-ші серияны күтетін болсаңдар, лайктарыңды басып, комментарийға өз пікірлеріңді айтып кетіңдер. Келіспейтіндерің болса, Асхат сен дұрыс емес деп кетіңдер. Ал келісетіндер болса, комментарийға өздерінің не байқағандарын жазып кетсін. Мен олардың бәрін лайктарыңды басам. Егер оқысам, оқи алмасам, енді онда байқамай қалғаным ғой. Келесі видеода кездесеміз достар. Давайте.